Қайырлы күн YouTube оқырмандары, жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Мен Ербол, 22 жастағы жігітпін. Университетті енді бітірдім. Үйде отырып жұмыс іздеп жүрмін. Ағамның үйінде тұрып жатырмын. Ағам жұмыста көп уақыт өткізеді. Шетелге іс-сапарға жиі шығады. Сондықтан үйде жеңгем екеуміз ғана боламыз. Жеңгем Айгүл 28 жаста. Ағамнан 5 жасқа кіші. Ол нағыз сұлулықтың үлгісі. Ұзын қара шашы, үлкен көздері, толық ерні және бітімі. Үйде жүргенде жеңіл киім киеді, жіңішке футболка, шорти. Мен оған қарап, іште қызығатынмын, түнде оны ойлайтынмын. Бірақ ол жеңгем тыйым салынған жеміс. Бір күні интернеттен әйелдерді байлайтын зат іздедім. Либидоны арттыратын заттар. Ол әйелдерді өте қатты байлайды екен. Тіпті бақылауды жоғалтуға дейін әкеледі. Қызығушылық басым түсіп, заказ беріп қойдым. Зат келгенде жүрегім соғып тұрды. Ағам тағы іс-сапарға кетті. Бір аптаға. Үйде тек үшеуміз қалдық. Кешкі асқа жеңгемнің сүйікті шайын демдеп, оған 5 тамшы тамыздым. Заттың әсері 30 минуттан кейін басталды. Ербол, шайың өте дәмді болыпты, деді жеңгем күліп. Ол диванда отыр. Қысқа юбка киіп алған. Мен оған қарап отырдым. Біртіндеп беті қызарып, тынысы жиіледі. Ол қолын мойнына тигізіп ыңғайсыздана бастады. Ыстық боп кетті, деді. Ол маған қарады. Көздерінде басқаша от бар. Ербол, мен біртүрлі болып бара жатырмын. Денем ысып кетті, деді. Мен жақындап қолын ұстадым. Жеңге, демалыңыз, мүмкін шаршаған шығарсыз. Бірақ ол өзін басқаша ұстады. Қолымды қысып, маған жақынырақ отырды. Дәрінің әсері күшейді. Жеңгем диванда ыңғайсызданып, аяқтарын үйкеледі. Ербол, маған көмектесші. Денем өртеніп тұр, деді. Мен таңғалғансып болдым, бірақ іштей қуандым. Қолымды жоғары жүргіздім. Жеңге, сізге не болды, дедім. Білмеймін, бірақ маған біреудің тиюі керек. Өте қатты болып тұрмын, деді. Ертеңінде жеңгем ұялып жүрді, бірақ көздерінде әлі от бар. Ербол, кеше не болғанын білмеймін, бірақ қайталағың келе ме, деді. Мен күлдім. Затты тағы да қолдандым. Бұл жолы кофеге. Осылайша апта бойы біз құмарлыққа баттық. Түнде оның бөлмесінде, күндіз душта, тіпті ас үйде, үстел үстінде. Бір күні ол маған, сен маған не бердің, деді. Білемін, бірақ ренжімемін. Өйткені мен де саған ғашық болдым, деді. Мен оны сүйдім. Енді затсыз жалғастырамыз ба, деді. Иә, мәңгі. Ағам келгенде бәрі бұрынғыдай болды. Бірақ біздің құпиямыз түнгі кездесулер жалғасты. Ағам үйге келгеннен кейін бәрі сырттай тыныш көрінді. Кешкі ас үстінде күліп ойнап отырамыз, теледидар көреміз. Бірақ түнде басқа әлем басталады. Ағам тез ұйықтайтын адам. Сағат 11-ден кейін қорылдап кетеді. Сол кезде жеңгем маған хабарлама жазады. Келші, сағынып тұрмын, деп. Мен үнсіз шығып, оның бөлмесіне кіремін. Ербол ағам жанында ұйықтап жатыр, бірақ мен шыдай алмаймын, деп сыбырлайды ол. Мен оны құшақтадым. Осылайша әр түн қауіпті, бірақ тәтті болды. Бір күні ағам күдікті бола бастады. Жеңгемнің жүрісі өзгерген, беті нұрланған, көңілі көтеріңкі. Айгүл, саған не болды? Бұрынғыдай емессің, деді ағам күліп. Жеңгем, жақсы ұйықтап жүрмін ғой, деп құтылды. Бірақ мен қорықтым. Егер біліп қойса, үйден қуады, тіпті ұрып соғуы мүмкін. Сондықтан мен жеңгеммен сөйлестім. Бізге абай болу керек. Мүмкін аз уақыт тоқтатайық, деп. Ол көз жасын тия алмай, жоқ, мен сенсіз шыдай алмаймын. Сен мені ояттың, енді бұрынғыдай бола алмаймын, деді. Сол түні ол маған келіп, мен ағаммен ажырасқым келеді, саған келгім келеді, деді. Мен таңғалдым. Бұл нағыз драма. Бірақ отбасымыз ше, ата-анамыз, маған бәрібір, деді. Ақыры шешім қабылдадық. Ағам тағы іс-сапарға кеткенде, біз сөмкелерімізді жинадық та түнде үйден шығып кеттік.
Қаладан алыс, жалдамалы пәтерге көштік. Енді ешкімнен қорықпаймыз. Бірінші түні біз бүкіл күнді өткіздік. 1 ай өтті. Жеңгем жүкті болды. Біз екеуміз ғана білеміз, бала менен. Ол құрсағын сипап, біздің баламыз болады, отбасымыз болады дейді. Мен оны құшақтап, "Иә жеңге, енді сен менің әйелімсің. Біз жаңа қалада жаңа өмір бастадық. Құмарлық әлі басылған жоқ. Күнде бірнеше рет бір-бірімізді қанағаттандырамыз. Ол маған барлығын үйретеді. Мен оған тәтті сөздер айтамын. Кейде өткенді еске алып күлеміз. Егер ол зат болмаса, біз осындай бақытты болмас едік пе? Мүмкін, бірақ енді затсыз да сен мені өлтіресің. Ол мені сүйеді. Құмарлық мәңгі жалғасады. Бірақ соңғы кездері өзімді кінәлі сезініп жүрмін. Бірақ жеңгем қиналып жүрген жоқ. Әңгіме ойдан шығарылған. Жігіттің шынайы өкініші өмірде осындай жағдайларда бар. Бірақ бұл сабақ болар оқиға емес. Құмарлық тәтті болғанмен тек уақытша сезім береді. Ал ағасына жасаған опасыздығы бумеранг болып қайтпасына кім кепіл?